1 Наурыз күні біз жалпы халықтық мереке алғыс айту күнін атап өтеміз. Бұл мереке біздің ортақ тарихымыздың символы. Қазақстан халқының жалпы ұлттық бірлігінің, құрметі мен ынтымағының күні. Алғыс айту күні біз қазақстандық бір тұтастықтың және ғасырлар бойы Қазақстан халқының біріктірген мәңгілік ел жалпы ұлттық патриоттық идеясының негізінде айналған Қазақстан халқының ассамблеясының күні. Осы мерекеге орай атбасарлық жерлестеріміздің алғыс айтқан сөздерін назарларыңызға ұсынамыз. Мен Тамила Мартазанова, ұлтым ингуш. Мен Ақмола облысының Атбасар қаласында туып өстім. Қазіргі кезде Көкшетау қаласында тұрып, заңгер болып жұмыс істеймін. Мен Қазақстанда туғанымды мақтан тұтамын. Бала кезімнен менің атамның 1944 жылғы сталиндік репрессиялар туралы әңгімелер есімде. Сталиндік режимде әр жылдары көптеген халық Қазақстанға еріксіз жер аударылды. Атамның айтуынша, оларды вагондардан түсіріп кете барды. Оларда еш дүниесі, еш азық-түліктері де болған жоқ. Бірақ оған қарамастан қазақ халқы өз қонақ жайлылығын көрсетті. Сондықтан қазақ халқына, қазақ жеріне өз ашылығым шексіз. Әр адамда өз анасынан басқа болу керек құдіреті 4 ана. Туған жер, түп қазығы айбыны, туған тілі, жан байлығы, салт дәстүрі тірегі және туған тарихы. Мен Савченко Екатерина, Астана медициналық университетінде оқимын. Менің көптеген сыныптастарым, достарым шет елге оқуға кетті. Ал мен туған жеріммен мақтаныш етемін. Біздің елбасымыз жастарға сенеді, үміт атқарады. Ал мен туған жеріме, отаныма ризашылығымды адал еңбекпен, ақылды оймен дәлелдеймін. Рахмет сізге, туған жер. Жүрегім, жырым сенікі, кеңесті давам, кен давам, тудым, өстім, есейдім, ен давам, анам, мен балан. Рахмет саған, туған жерім. Сәлеметсіз, мен Алиева Зинап, ұлтым Азербайжан. 1 Наурыз алғыс айту күні. Осыған орай біз барлық қазақ халқына ризашылығымызды білдіреміз. Біз бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Барлық ұлттық мерекелерді бірге тойлаймыз. Қазақ халқы қашанда қонақжай мейірімді халық. Сол үшін үлкен рахмет.